бұл жануарлар әлемдегі ең бір оғаш аналардың үштігі. Бірінші орында квока, күні-түні жымиып жүретін, іші тас, мұз, нағыз сұмырай. Оның соңынан динго немесе тісі бар бірдеңе қуады. Ал ол не істейді дейсің бе? Қалтасынан баласын суырып алып, жыртқыштың алдына лақтырып жібереді. Оған бәрібір. Өзі болса мәз болып жана еркек іздеп кетеді. Тағы да сондайларды туып алу үшін аузы жымиып тұр, ал іші нағыз мұз. Келесі, көк табанды алуша, жай ғана ұшатын тауық сияқты. Балапандарына 2 апта ғана болған. Қауырсындары да дұрыс шықпаған. Ал бұл болса үйімнен кетіңдер деп айқалайды. Сосын оларды 300 метрлік жартасына тасқа не суға лақтырып жібереді. Балконнан қоқыс тастағандай. Егер балапан бір ғажайыптен тірі қалып қайта ұшып келсе, ол әлі тірісің бе деп тағы да лақтырады. Қысқасы, жыл анасы. Ал пингвиндер мүлде сыртқы түріне қарап шешім шығарады. Әдетте екеуін басып шығарады да сосын қарап тұрып, мынау семіз демек аш, ал мынау арық, қош, бәрібір дейді. Ол мықтысын балықпен тамақтандырады, ал екіншісін жай ғана қанатымен итеріп қарға тастап ол жоқ сияқты кейіп танытады. Ол отырып шиқылдайды, аштан өледі. Ал мына антарктикалық тауықтарға бәрібір. Міне, табиғаттағы қазіргі аналар осындай. Ондай ана болмаңдар, балаларына қараңдар. Бейнеролик ұнаса лайк басып парақшаға тіркеліңдер.